Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Амстар арнасы. Бүгін біз Майнкрафттан выживание ойнайтын боламыз достар. Яғни мен ең алғашқы видеомды Майнкрафтпен байланыстырғым келді достар. Бұл выживанияның аты қалай? Қызықты выживание деп қоямын достар. Қалай олай нормальный ат па? Білмеймін, өзім ойлап таптым қызықты выживание деп. Енді бұл выживание достар, эндер драконды өлтіргенше жалғаспайды. Бұл выживание достар. Яғни біз қала саламыз, атқа барамыз. Сол сияқты сіздер тапсырмаларыңызды айтасыздар, мен орындаймын достар. Бүгінгі серияда біз не істейміз достар? Бүгін біз үй салатын шығармыз достар. Білмеймін, анығын нормальный жер тауып деген сияқты ғой. Мен кеттік. Қойды өлтіреміз. Қой бізге керек, өте керек. Красавчик. Достар, бұл негізі қарапайым Майнкрафт сияқты, яғни Нұрлан Қаламов қарапайым Майнкрафт деген выживание бастаған болатын достар. Ол өзінің сіздерге тапсырма жаздырады. Сіздер оны сіздер соны неғылатын едіңіздер. Айтасыздар, ол салатын еді. Меніңді де тура сондай. Сіздер плагиат деп ойлап қалмаңыздар достар. Білмеймін енді. Анығы білмеймін достар. Плагиат емес шығар енді. Өйткені мен одан ұрлап жатырмын бірақ. Бәрібір достар. Бір нормальный жер таңдап аламыз. Сол жерге біз выживание бастайтын боламыз. Шахта. Мына шахтаны қарап қояйық. Яғни бізге үйіміз шахтаның жанында болғаны вообще керемет болады. Осындайлар жаманда бітіп қала салады. Жоқ, нормальный шахта сияқты. Жоқ, қараңғы болып тұрғанға. Нормальный шахта ма екен, шахтаның жанынан үй салсаң керемет қандай. Шахтаға түсіп кете саласың. Сол жерден пайда боласың. Солайға достар, бүгінгі серияда біз үй саламыз. Кереметтей үй салып саламыз. Ол үшін бізге не керек достар? Ол үшін бізге ағаш жинаймыз. Міне. По-моему, осы жерден болады. Мен тамақ жеп. Ё-моё, менің қарным страшно ашып жатыр ғой. Пісіріп жеген жақсы еді. Бәрі бізге пофиг. Қалай былай, нормальный шахта ма? Нормальный шахта. Достар, біз осы жерге үй саламыз. Үй саламыз. Тағы шахта. Жол болады, нормальный. Дәл осы жерден қала құрылысын бастаймыз. Сіздер тапсырмаларыңызды жазып... Тоқта. Мен бірдеңе естідім. Зомби. Өліп жатыр, ештеңе қылмайды. Бірінші серия болғаннан кейін бізге қиын болады. Деген выживанияны ең алғашқы бастап тұрмыз деген сияқты. Зомбилер түнде келуі мүмкін. Соған түнге дейін біз үй саламыз. Хотя бандай коробкада тұрып тұрамыз уақытша. Ештеңе етпес енді. Қазір достар, мен бүкіл ағаштарды жинап алайын, сосын видеоны жалғастырамыз. Достар, біз нелерді ағаштарды жинап біттік. Міне 62 ағаш жинап алдым. Міне жаңылды бір түні бойы жинадым достар. Түні бойы болғанда өмірде түн емес қолдай. Майнкрафтта бір түн жинадым. Қиын болды. Зомбилер не алады деген сияқты. Енді осыны неге айландырамыз. Мыналарды енді жаңылды жинадым. Сосын қолмен адайылым шығып кетті. Сосын не қылдым? Мынандай блокқа айландырып алып нелер істедім. Палплер. Ойлап қалмаңыздар, бұның бәрі творческий деп. Ешқандай да творческий емес. Кәдімгі выживание таза. Деп мынаны бір жинаймыз. И все. Енді бір кішкентай домик сап аламыз достар бүгін. Енді бүгінгі серияға бізде ресурстар жетпейді. Қайрай саламыз, мынаны версия сындырып кетейік. Выживанияның басы болғаннан кейін бізге әр зат қадірлі.
Опа, ана шахта жерде бір шахта. Ана жерде бір шахта. В общем, міне жасалғыштаса кереметтей. Судың жағасы, ё-моё. Зор жер осы жерге саламыз достар. Аналарды өлтіріп алайық достар, болмаса біз аш қалатын түріміз бар. Опа, жаным кел. Сен мен асқазаным, сені менің асқазаным күтіп тұр. Опа, ай, красавчик жаным сол. Келшіке. Опа, ғашықпын опа, білмедім жігітің бар ма жоқ па, бір көргеннен баурап алдым. Деген музыканы сіздерді тыңдадыңыздар ма достар? Сода кім ойнайды? Басты рөлдерде десең әзіл достар оның бәрі. Опа, шомыл бол. Сода таза зат жейміз, су анекен үсті жуылады деген сияқты. Таза зат, терісі де таза. Енді бүгін біз қандай да үй саламыз достар? Мынандай үй саламыз достар. Опа, 1, 2, 3, 4. Нормально. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Опа, 1, 2, 1. И міне. Достар, біздің үй осындай болады. Опа, 3 блокқа былай көтереміз. 1, 2, 3 блокқа тағы көтереміз. Бізге главный сундук-мұндуктар тұрса болады. Ой, ешак. Міне осылай бір тағы көтереміз. Келесі серия достар. Қойып жере салдым ба дедім әңгімені. Бір әңгіме басқа әңгімені бас жере салдым ғой мен. Енді жалғастырсақ, келесі серия достар. 10 просмотрдан кейін шығады достар. Хотя 10 просмотр 2 лайк. Опай! Кіреді, басады и келесі серия. Осындай сіздерге мүмкіндік қазақ ютубын бірге дамытайық десем достар. Әзіл әрине. Дұрыс қой, бірақ қазақ ютубын дамыту керек қой. Опа. Міне біздің үйдің терезесі. Опа. Главный бізге зомбилер кірмесе болды. Опа. Бұлай бүйт жібере саламыз. Опа. Блогым тосылып қапты. Міне мынандай кереметтей мынандай үй. Кереметтей дей алмаймын енді, бірақ тұруға жасауға болады. Не нормальный үй салып екенбіз ғой. Сол не нормальный үйдің полын жасай салайықшы. Хотя бір сәл пол болса да көріп беріп тұрады. Шатырда тұрған, мынандай полда тұрған әдемірек деген сияқты ғой достар. Ай-ой, достар деп айта беремін мен. Айып етпейсіздер, енді әдет қой. Әрбір адамда өзінің бір әдеті болады деп ойлаймын өзім. Солай ма достар? Тағы достар дедім, ештеңе етпейді. Қойып кетеміз бара. Опа, ғашықпын опа, білмедім жігіті бар ма жоқ па, бір көргеннен баурап алдым. Түн батып жатыр достар, тоқта, сындырамыз и загат көреміз достар. Әне, күнді қараңыздар. Мына ресурс пакпен күн домалақ болады екен. Керемет. Опа, бір батыр болайшы. Көріңіздер, жылжып жатыр. Опа. Ай, жаман бала десен де әзіл достар. Ема. Еркекше деп көрді әзіл. Әлемменттің өлеңі қойынды. Дұрыс. Бітеміз. Мынаны бит кесіп тастаймыз дағы. Ема. Есік талай сайтын білмеймін ғой. Бұлай емес пе де? Опа, красавчик. Мен есігіммен? Лох. Опа. Еркекше деймі? Опа, міне. Енді зомби атты жауыздар кіре алмайды. Люкті қалай сайтын еді достар, үйретчеңіздер. Бұл верстак. Оп.
Сен білеміз ғой ойнағанбыз ғой десең де әзіл. Бәрі бізге тұрса болды. Кереметтей осындай үй болды. Осы жерден бітеміз. Мә, зомби. Ё-моё, қараңыздар. Естіп жатсыздар ма? Типа есік тұрып жатыр да. Деп жауып аламыз. Бір-екі ұрып жерімізді есік жауып аламыз. И все. Осымен достар, осындай бір тоқта. Тағы бір зомби келді. Жауыздар, оңбағандар. Тағы есік тұрып жатыр. Не істейміз, достар? Мен қорға бастадым. Ой. Емма. Еркекше, деймін. Енді мұнан сындырып алайық. Мұнау қазір менен көреді. Шынды ма? Зомби деген сайын құтырып барады ғой. Аңғалай қоямыз енді. Ойбо. Зомби деген сайын құтыра бермеші сәне. Кеш.